Баршаңызға қайырлы күн. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет дәмді, пайдалы шпинаттан жасалатын рулеттің рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттар шпинат керек болады, және қажетті заттардың барлығын астында описанияда бөлісіп кететін боламын. Ең алдымен блендерден өткізетін ыдысымызға шпинат тазартып, жуып алған шпинатты салып, үстіне жұмыртқамызды салып, осылайынан видеода көрсетілгендей блендерден өткізіп аламыз. Одан кейін үстіне 3 ас қасық ұн салатын боламыз. Ұн менде алдын ала електен өткізілген, және де 1 шай қасық қамыр қопсытқыш салдым. Барлығын жақсылап осылайынан өткізіп, үстіне кішкене сүт құйып, тағы да барлығын блендерден өткіземіз. Мінекей, көп уақытта алмайды бізде. Біздің қолымызды бұлғап, нан илеудің де қажет жоқ. Міне біздің қамырымыз дайын болды. Енді арнайы пергамент қағаз төселген формамызға салып, алдын ала 180 градуста қызып тұрған пешімізге жаңағы дайын қамырымызды салып, піскенше қоямыз. Жаңағы сухой зубочистка болғанша зубочистканы салып көреміз. Егер сухой болып тұрса, уже пісті деген сөз. Міне қамырымыз кішкене суығаннан кейін ішіне салмасын саламыз. Салмасына мен творожный сыр және де ірімшікті теркадан өткізіп, екеуін араластырып жағып алдым. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тауық етін, болмаса балық етін, семга салсаңыздар да болады. Менде үйде осындай творожный сыр бар екен. Соларды салуды жөн көрдім. Мінекей осылайынан видеода көрсетілгендей жақсылап жағып алдым. Одан кейін үстіне ірімшігімізді теркадан өткізіп, бетіне сеуіп шығамыз. Мінекей салмасын салып болдым. Енді рулетімізді осылайынан орайтын боламыз. Видеода көрсетілгенде осылай ыңғайлы етіп қойып көрсетейін сіздерге. Мінекей осылайынан рулет өте жұмсақ және өте оңай оралатын болады. Ешқандай да жарылып кетпейді, жыртылып кетпейді. Мінекей осылайынан жақсылап мен орап алдым. Енді тағы да 1-2 минутқа духовкаға салып аламыз. Одан кейін алып, қайтадан холодильникке 2-3 сағатқа қойып аламыз. Болды, мінекей біздің рулетіміз дайын. Енді оны кесе берсек те болады. Рулет өте әдемі болады. Холодный закуска ретінде де қолдансаңыздар болады. Жаңағы столға қойғанда әдемі болып көрінеді, және тойымды және пайдалы әдемі көрінетін болады. Осылайынан ыдысымызға әдемі етіп салып аламыз. Мінекей біздің рулетіміз дайын, шпинаттан жасалған. Егер сіздерге рецепт ұнап жатса, каналыма кіріп, тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаға да басып кетуді ұмытпаңыздар, және де достарыңызбен де бөлісе кетіңіздер. Барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.